Ерте заманда металдар патшалығы болыпты. Олар жарықта күн сәулесімен шағылысып, түнде ай нұрымен сәулеленген сұлу шаһарда өмір сүрген. Патшалықты ақылды, салмақты, әрі көріктілігімен ерекшеленетін алтын басқарыпты. Алтынды барлық металдар жақсы көргенмен мыс қана ұнатпапты. Мыс алтынның ақылдылығын, сұлулығын іштей қызғанады. Мен де сұлумын. Ол сары болса, мен қызыл сарымын. Тіпті алтыннан да көріктімін. Мен неге патша болмаймын? Металдар патшалығы түнгі ұйқыға кеткенде, мыс патша сарайына жасырын кіріп, алтынды өте сақтықпен алып шығады да, шаһар шетіндегі қараңғы зынданға қамап қояды. Сөйтіп өзі ешкімге білдірмей алтынның орнына барып жайғасады. Күн артынан күн өте береді. Мыс таңертең тұрғаннан кейін күнге қарап бетін ысып әлекке түседі. Күн ысыған сайын қошқыл тартып жүдей түседі. Бір күні бұл өзгерісті алтынның жылдам әрі ақылды уәзірі Сынап байқап қалады. Сынап металдарды жинап алып былай дейді: Мына патша біздің бұрынғы падишамызға ұқсамайды. Бұл мыс біздің падишамызға қастық жасап, өзі оның орнына отырмақшы. Бәріміз мыстың көзін жойып, алтынды тапқызайық. Металдардың бәрі бір ауыздан Сынаптың айтқанына келіседі. Жиналып келіп мысқа: Біздің патшамыз қайда? Сен оны қайда жасырдың? Сен алтын емес екеніңді мойында. Біз саған бәрібір алтынды тапқызамыз, деп есін шығарады. Амалсыз мыс өзінің істегенін металдар алдында мойындайды. Біреуге ор қазба, өзің түсесің деген халық мақалы осындайдан қалса керек. Металдар зынданның есігін ашқанда алтын бұрынғыдан да жарқырап шықты. Содан бері ел арасында алтынды тот баспайды деген сөз қалған екен. Ежелден ақылды алтын кек сақтамай мысты кешіреді. Мысты суте толтырған ыстық моншаға шомылдырады. Содан мыс баяғы қалпына келеді. Осылайша адалдық пен мейірім жеңіп, металдар патшалығы қайтадан татулық пен тыныштықты мекеніне айналды. Адам да алтын секілді, жүрегі таза болса, оны ештеңе қарайта алмайды.